Сәлем, болашақ маман. Гуманитариялық бағытты таңдайсың ба? Бұл саладағы мамандықтар әрқашан өзекті. Өйткені олар адамдармен қарым-қатынас жасауды, қоғамдағы маңызды мәселелерді шешуді үйретеді. Бүгін біз ең сұранысқа ие 5 гуманитарлық мамандықпен бөлісеміз. Топ 1. Журналистика. Журналистика мамандығы бұл ақпаратты жедел әрі нақты жеткізуді талап ететін маңызды мамандық. Бұл мамандықта сен сыни ойлау, зерттеу және өз ойыңды анық жеткізуді үйренесің, дамыта аласың. Қайда жұмыс істеуге болады? Телевидение, радио, газеттер, интернет басылымдар, пиар және медиа компаниялар, мемлекеттік органдардың баспасөз қызметі. Қызықты факт, Қазақстанда цифрлық журналистика қарқынды дамып келеді. Блогерлік пен жаңа медиа болашақтың трендтері. Топ 2. Аудармашы мамандығы. Аудармашы болу тек тіл білумен шектелмейді. Ол мәдениеттерді байланыстыру және халықаралық деңгейде жұмыс істеу мүмкіндігі. Қайда жұмыс істеуге болады? Халықаралық ұйымдар, Біріккен ұлттар ұйымы, ЮНЕСКО, елшіліктер мен дипломатиялық қызмет, IT компаниялар, Google, Яндекс, Microsoft сияқты. Қызықты факт, көп тілді аудармашылардың орташа жалақысы 300 мыңнан 800 мың теңге аралығында. Топ 3. Заңгер мамандығы. Егер сен әділеттілікті қорғауды қаласаң және талдауды жақсы білетін болсаң, бұл мамандық сен үшін. Қайда жұмыс істеуге болады? Адвокаттық кеңселер, сот жүйесі, ірі компаниялардың заң бөлімі. Қызықты факт, Қазақстанда заңгерлерге деген сұраныс банктық және IT құқық саласында өсіп келеді. Топ 4. Психология мамандығы. Психологтар адам мінез құлқын зерттейді, кеңес береді және психологиялық мәселелерді шешуге көмектеседі. Егер сен адамдарға көмектескің келсе, бұл тамаша таңдау. Қайда жұмыс істеуге болады? Медициналық орталықтар мен клиникалар, HR және корпоративті психология, білім беру және жеке практика. Қызықты факт, психологтардың қызметіне де сұраныс соңғы 5 жылда 3 есе өсті. Топ 5. Педагогика саласы. Ұстаз қоғамның болашағын қалыптастыратын маман. Егер сен білім беру арқылы ұрпақ тәрбиелегің келсе, бұл мамандық сен үшін. Қайда жұмыс істеуге болады? Мектептер, лицейлер, гимназиялар, университеттер, білім беру стартаптары. Қызықты факт, мұғалімдерге деген сұраныс ауылдық жерлерде өте жоғары. Мемлекет жас мамандарға тұрғын үй мен жеңілдіктер береді. Гуманитарлық мамандықтар бұл жай ғана кәсіп емес. Бұл адамдармен жұмыс істеп, олардың өміріне оң өзгерістер енгізу мүмкіндігі. Пікірге жазып кет, қай мамандық саған қызықты? Лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпа. Кездескенше.